Бақытты күн. Таңертең күннің алтын сәулесі терезеден сығалап, Айленді тәтті ұйқысынан оятты. Ол ақылды да көңілді қыз еді. Айлен төсегінен тұрып, жуынатын бөлмеге барды. Салқын сумен бетін жуып, тісін тазалады. Айнаға қарап жымиып қойды. Ас бөлмеде анасы дәмді таңғы ас дайындап қойған екен. Айлен ыстық шай ішіп, нан мен бал жеді. Айлен сөмкесін асынып, мектепке бет алды. Мектепте ол достарымен кездесіп, сабақтарға белсене қатысты. Мұғалімнің айтқанын мұқият тыңдап, жаңа білім алды. Күннің қалай өткенін де байқамай қалды. Сабақ біткен соң, мектептің алдында анасы күтіп тұр екен. «Қане, саябаққа барайық», деді ол күлімдеп. Саябақта жасыл ағаштар сыбдырлап, құстар сайрап тұрды. Айлен әткеншек теуіп, сырғанақта ойнап, көңілді күлді. Анасы оны қызыға бақылап отырды. Кешке қарай олар қайтуға жиналғанда, әкесі де келді. Үшеуі бірге саябақтағы орындыққа отырып, дәмді тағамдармен тамақтанды. Күн батып бара жатты. Ал олардың жүздерінде бақыттың нұры бар еді. Осылайша, Айлен үшін бұл күн махаббатқа, қуанышқа толы, бақытты отбасы күні болып есте қалды.